Қайырлы күн қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздермен қытырлап өте сәтті шығатын бөректің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептің өзінің құпиялары бар. Видеомның соңына дейін көріп тамашалаңыздар. 220 грамм бөлме температурасындағы суымызға 12 грамм тұзымызды, 20 грамм сұйық майымызды барлығын қосып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. «500 грамм електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Басында қамырымыз өте қатты болып көрінуі мүмкін. Сол себептен ешқандай да судың қосудың қажеті жоқ. Және де қамырды өте көп мөлшерде уақытта илеуіміз қажет. Себебі қамыр қаншалықты көп мөлшерде иленіп иі қанған қамыр болса, өте керемет қамыр шығады. Илеу барысында ұнды қосудың қажеті жоқ. Тура сол мөлшерде қамырымызды илейміз. Қажет болатын заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Қамырымызды илеу барысында ең соңында барлық салмағымызды салып, қамырды жақсылап илейміз. Қайнап шыққан картошкамызға дәміне қарай тұзымызды, аз мөлшерде майымызды қосып, барлығын араластырып аламыз. Негізі бізге осы картошкамен қосылған және сырмен қосылған бөректер дәмді болып шығады. Сіздерде мен суретін қалдырдым. Осы ірімшікті алып пайдалансаңыздар болады. 5 минут демалған қамырымызды қайтадан бір илеп 5 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, осындай бір келкі, арасы ешқандай ашық емес, бүдір емес, бір келкі қамыр шығу керек. Бізде қолға жабыспайтын, арасына ұн сеппейтін осындай қамыр шығу керек. Әрбір бөлігін 100 грамм қылып бөліп шығамыз. Неге тура видеодағыдай барлығын кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бұл бөректердің ерекшелігі дәл осы этапында ұнымызға 200 грамм ұнымызға 100 грамм жүгері крахмалын қосып, арасына осыларды сеу арқылы біз қамырымызды жаямыз. Бізде картоп крахмалын қолданбауымыз қажет, себебі қамырымыз жаю барысында жыртылуы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде жүгері крахмалын қолданасыздар. Мен бұл жерде 2 қамырды бірден жаямын. Сіздер бірден жайсаңыздар да болады. Екі қамырды бірден жаю барысында арасына жаңа дайындаған ұнымызды қосып отырамыз. Бір-біріне жабысып қалмауы қажет.
Міне бізде өте жұқа бір тегіс қамыр шығу қажет. Қамырымызды тең ортасына екіге бөліп, және де видеодағыдай тағы да екіге бөлеміз. Бір-бірінің үстіне беттестіріп екі қамырды, ол бөлікті үшке бөлеміз. Сол кезде бізде үш бұрышты қамырлар шығады. Қамырларымызға салмасын саламыз. Бізге сырмен істеген өте қаттырақ ұнады, және де бұл рецепте өте жүзеге асқан рецепт болып саналады. Видеодағыдай екі шетін міндетті түрде бекітіп аласыздар, себебі қуыру барысында шығып кетуі мүмкін. Тура видеодағыдай осылай орап шығамыз. Барлық бөліктерімізді сумен жабыстырып шығамыз. Бөліктерді дайындау барысында бір-бірінің үстіне қоюдың қажеті жоқ, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бір-біріне осылай тақап қойсаңыздар болады. Осы күйінше морозилкаға салып қатырып алсаңыздар да болады, қатырмай пісіре берсеңіздер де болады. Аз мөлшерде сұйық майымызды құйып, қыздырып алып, бөліктерімізді аунатып пісіре береміз. Өте дәмді, өте сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіз және жасап көрсеңіз, міндетті түрде комментарий қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын сіздерге жаңа рецептпен қуантатын боламын.